Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге балалар күні балаларыңызды қуантатындай ең дәмді, ең керемет екі түрлі балмұздақтың жасалу жолымен білсетін боламын. Бірі банан қосылған балмұздақ, ал екіншісі орео қосылған балмұздақ. Ең алдымен бананды балмұздағымызды жасасақ. Ең алдымен банандарымызды жақсылап домалақтап турап аламыз. Және де бір немесе жарты сағатқа тоңазытқышқа қатырып алуымыз керек. Тоңазытқышқа қатыру міндетті, себебі мұнда бізде езгенде ол өз формасын жақсы ұстайтын болады. Қазір сіздерге видео толықтай көрсетемін, қалай формасын дұрыс ұстайды. Егер біз оны қатырмайтын болсақ, ол езіліп, қоймалжың болып кетеді. Яғни формасын ұстамайды. Ал біз оны қатырып езетін болсақ, ол өз формасын жақсы ұстайтын болады. Енді кезекте сүтімізді қосып, тағы да жақсылап блендерлейтін боламыз. Мінекей, сіздерге видеода өте анықтап көрсетіп жатырмын. Формасын өте жақсы ұстайды. Сүтімізді қосып, бір блендерлеп аламыз. Енді кез келген қатыру үшін кез келген ыдысымызға құйып қатырамыз. 4 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді кезекте орео қосылған балмұздағымызды жасасақ. Оған бізде сливки, қойылтылған сүт және де орео керек болады. Ең алдымен біз сливкімізді құйып жақсылап, орташа қоюлықта болғанша қоюлатып аламыз. Аса қатты қою болуына керегі жоқ. Келесі кезекте қойылтылған сүтімізді қосып, тағы бір жақсылап миксерлейтін боламыз. Мінекей осындай бір келкі масса шығу керек. Енді кезекте ореоларыңызды жақсылап майдалайсыздар және де осы балмұздағымызға дайын массамызға салып, жақсылап араластыруымыз керек. Жақсылап араластырудан міндетті, маңызды, себебі орео барлық жеріне бір келкі таралса, балмұздағымыз дәмді болатын болады. Ореоның күшті дәмі шығатын болады. Енді кезекте бұны да ыдысымызға құйып, 4 сағат қатырып алатын боламыз. Мінекей, менде екі балмұздағымда дайын болды. Өте керемет болып шықты. Дәмінде енді сөз жоқ. Сіздерге прям ұнайтыны сенімдімін. Отбасымыздың сүйікті балмұздақтарына айналады. Мінекей дайын болды. Сіздер бұны кез келген күйде ұсынсаңыздар болады. Мен осылай ыдысқа салып, яғни қазіргі бізде сезон дейді ғой, мезгілі құлпынайдың, сондықтан құлпынаймен ұсындым. Сіздер кез келген шоколад, өздеріңіз қалаған кез келген затпен, немесе құр өзін жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Және де қазір сіздерге осы видеоның астына мороженеға арналған рожоктың рецептісін жазып қоям. Яғни рожокқа да өзіңіз сатып алсаңыз болады, немесе осы видеоның астында көрсетілген рецептпен жасасаңыздар болады. Рожокпен де өте дәмді болады, өте әдемі көрінетін болады. Дүкеннен сатып алатын 350-400 теңгелік балмұздақтан еш айырмашылығы жоқ. Ал былай үйде жасасаңыз, шығыны бар болғаны 200 теңгеге түсетін болады.